Құрметті магистранттар, ғылым тарихы және философиясы бойынша кезекті семинар сабағын бастаймыз. Бүгінгі 7-ші семинар сабағының тақырыбы ғылыми білімнің құрылымы. Осы тақырып көлемінде жоспар бойынша келесі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе ғылыми білім күрделі дамушы жүйе ретінде, екінші мәселе зерттеудің пәнаралық бағдарламалары, үшінші мәселе дүниенің ғылыми және философиялық көрінісі, және төртінші мәселе ғылымдарды жіктеу проблемасы. Енді осы біздің семинар сабағымыздың негізгі басты мақсаты бұл ғылыми білімнің табиғатын, оның алуан түрлілігін және одан тыс білімнің түрлерін көрсету, ғылыми білімнің құрылымы, эмпириялық негіз, ғылыми теория, оның құрылымы және қызметтері, олардың философиялық негізін ашып көрсету. Сонымен бірге эмпириялық білімнің құрылымына назар аудару, яғни теориялық білімнің құрылымына тоқталып өту. Сонымен бүгінгі біздің семинар сабағымыздың модераторы ретінде тарих мамандығы магистранты Айгерімді таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Семинар сабағы бүгін сіздердің назарларыңызға осы Айгерімнің басқаруымен өтетін болады. Сіздерге сәттілік тілейміз. Сөз кезегін бергеніңізге рахмет. Енді біз сабағымызды бастайық. Құрметті магистранттар, бүгін бізге берілген үй тапсырмасына берілген 4 тақырыпқа ой талқы жасайық. Сосын сабағымыздың соңында сіздердің ойларыңыз бойынша қорытынды шығарамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың түрі ол конференция түрінде өтеді. Енді біз осы ғылыми білімнің пәнаралық байланысын, проблемаларын айқындап алайық. Кім өз ойын айтқысы келеді? Мен кімсізім? Күмістайға сөз. Рахмет. Жалпы біз күнделікті тұрмыста қолданылатын білім деген ұғымды көбінесе ғылыми білім деген түсінікпен шатастырып жатамыз. Негізінде адами білімнің ғылыми білімнен айтарлықтай өзгешеліктері бар. Мысалға айтатын болсақ, діни білім, күнделікті тұрмыстағы алынған білімдер, немесе қандай да бір қызметтердің нәтижесінде алынған эстетикалық әсерлердің бәрі ғылыми білімге жатпайды. Ал ғылыми білімнің мән мағынасын түсіну үшін бізге білім мен ғылыми білімнің арасындағы жікті ажыратып алуымыз керек. Ғылыми білім ол зерттеулер, ізденістердің нәтижесінде алынған ғылыми түсініктер, білімдер болып табылады. Жақсы, ойыңызға рахмет. Енді осы бірінші сұрақ бойынша тағы кім өзінің ойын қосқысы келеді? Жақсы, ал Мазеркеге кезек береміз. Рахмет. Енді мен ғылым туралы анықтама беріп кеткім келіп отыр. Осы тұста ғылым дегеніміз адамның шындық дүние бойынша барынша ақиқат білім алуына бағытталған дүниетану қызметінің арнайы бір идеологиялық системасы болып табылады. Ғылыми білімнің маңызды сипаты, оның динамикасы, ол туралы Гегель ақиқат ол дайын нәтиже емес үрдіс деп атап кеткен болатын. Және де ғылыми білімнің өзінің атқаратын функциялары бар. Оның ең негізгі 2 функциясын атаймыз. Ол біріншісі қоғамдық әлеуметтік функция, онда өндірістік іс-әрекетте қолданылуы жатады. Ал екінші ол мәдени дүниеге көзқарастық функциясы. Енді алдыңызда қарап отырғандай, ғылымның атқаратын бірнеше функциялар бар екен. Оның біріншісі түсіндіру, екіншісі жүйелеу, үшіншісі суреттеу, төртіншісі болжам жасау, бесіншісі қорытынды жасау, алтыншысы жаңалық ашу, ал жетіншісі ең негізгісі дүниетанымдық болып табылады. Мазеркенің сөзіне қоса айтқым келеді. Сонымен қатар, ғылым дегеніміз бірінші қоғамның рухани мәдениеті. Бірақ қоғам рухани мәдениеті негізі ғылымда ол дін болады екен, қоғам рухани. Ал ғылым болса қоғамның техникалық темізбейді, физикалық темізбейді мәдениетке кірестіреміз. Келесі, ғылым ол мәселелер шешеді дейді. Жалпы мәселе шешеді деген кезде ғылымда айтылу және дінді айтылу. Өйткені философия пәнінің қос қанаты ғылым мен дін. Ол екеуісі бірін институты, бірақ бір-біріне жақын болмаса да, бірін қолдайды. Яғни ғылым мәселе шешеді, бірақ дін де мәселе шешеді. Ал келесі пунктке келетін болса, ғылым адамзаттың дамуымен бірге дамиды. Бұған келісемін. Өйткені ғылым адамзаттың санасы өскен сайын, техникада бәрі де қашта дамыған сайын, бұға бірге дами береді ғылым. Сондай-ақ ғылым қоғамның сананың дербес бөлігі. Сонымен қатар дінде дербес бөлігі. Негізі қоғамның сананың дербес бөлігіне бір ете керек екені. Бұл ғылыммен бірге дінде осы қоғамның сананың айтарлықтай өз үлесін қоса алады. Жақсы, ойыңызға
ойыңызға рахмет. Енді осы бірінші сұрақ бойынша қорытындыласақ жалпы. Мен қорытындыласам. Ал Аружанға сөз. Рахмет. Жалпы ғылым жалпы алған кезде дүниетану процесі болып табылады. Бірақ ол жай күнделікті өмірдегі таным процесі ретінде емес, теориялық таным процесі ретінде іске асады. Сол теориялық танымның нәтижесі ол білімдер жүйесі болып саналады. Ал осы білімдер жүйесінің негізін қалаушылар ол ертедегі ежелгі грек елінен басталатын. Ежелгі гректер осы ғылымның негізін салушы, себебі олардың жаңағы фактілер мен техникалық жаңалықтарды көбірек жинақтауында емес, ойлау процесінің, таным процесінің логикасы мен мазмұнына жан-жақты назар аударуында соған көп көңіл бөлген болатын. Ендігі таңда олар осы ғылым процесін зерттеумен қатар оны дәлелдеумен де айналысқан. Сөйтіп олар дәлелдеу теориясын шығарған болатын. Оған мысал ретінде Аристотельдің логикасы сондай типке жатады. Енді басқаша айтқан кезде ретте жинақталған бұрынғы тәжірибелік білімдер мен мәліметтерді тәртіпке келтірудің әдісі осы кезден бастап айта берсек болады. Ал бұл нағыз методологиялық жиналықтардың бірі болып саналады. Жақсы. Рахмет, қорытындылағаныңызға бірінші сұрақ. Енді осы бірінші сұрақ бойынша Аристотельдің логикалық ойы осы ғылымның бір мысалы ретінде көрсетіп кетті. Бізде тақтада көрсетілген, иә? Жақсы. Семинарымыздың екінші сұрағына келейік. Зерттеудің пәнаралық бағдарламалары деген сұрақ берілген болады. Кім осы тақырып бойынша өз ойын айтқысы келеді? Мен жауап берсем болады ма? Ал, жақсы, Алиян. Сөз бергеніңізге рахмет. Жалпы ғылыми зерттеудің түрлерінің негізгі мақсаты іргелі және қолданбалы міндеттерді шешу болып табылады. Жалпы іргелі ғылым табиғат пен қоршаған әлемнің ғылыми мәселелерін қарастырады. Және де іргелі ғылымның зерттеу пәні ретінде әлем мен бүкіл жаратылыс құрылымының жалпы заңы мен ортақ заңдылықтары табылады. Қолданбалы ғылым іргелі ғылымның жеткен жетістіктеріне сүйене отырып, өмірге жақын түсінікті міндеттерді қарастырады. Ғылыми зерттеудің 5 кезеңі бар. Біріншісі ол жаңағы мәселенің туындауы, екінші кезең ол алғашқы гипотеза болжам, үшіншісі теориялық зерттеу жүргізу, және де теориялық зерттеу жүргізгеннен кейін тәжірибе жүргізіледі. Тәжірибеге сүйене отырылып, ұсыныс шығарылып, шешім қабылданады. Осылай мен өзімнің сөзімді аяқтадым. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы. Арқатқа осы сұрақ бойынша ой қосам деушілер. Мен қосқанға дейін. Жақсы. Алияның ойын ары қарай жалғастырсам, ғылымның негізгі міндеті бұл бізде анықталған фактілер болып табылады. Егер де факті дұрыс анықталған болса, оның сөзсіз ақиқат екені белгілі. Бұл ғылымның эмпириялық, яғни тәжірибелік негізі болып табылады. Тәжірибелік байқалған фактілердің ұқсастығы, олардың біртүрлілігі, тікелей байқалған құбылыстардың жалпы эмпириялық заңы, олардың ортақ қасиеттері бар екендігін бізде көрсетіп отырады. Алайда ғылыми зерттеу тек онымен ғана аяқталып қалмайды, бұл ғылыми танымның тек бірінші ғана сатысы болып табылады. Ғылыми танымның бұл эмпириялық деңгейінен кейін келетін теориялық деңгейін айыра білгеніміз жөн. Бұлардың арасындағы айырмашылығы зерттелуге тиісті нақты материал жалпылаудың түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты болып табылады. Ғылымның негізгі мақсаты заңдылықтарды ашу. Ал заңдылық дегеніміз бұл бізде құбылыстардың арасындағы жалпы, мәнді, қажетті, тұрақты қайталанбалы байланыстар болып табылады. Яғни шындық дүниенің қайсы бір құбылыстар тобына, класына қатысты жиынтық. Көп рахмет ойыңыз үшін. Енді келесі спикерге сөз берсек, осы екінші сұрақ бойынша сөйлейін. Рұқсат болса мен өз ойымды қоса кетейін. Осы ғылымның күрделі творчестволық іс деп аталудың себебі негізі бір ол тәжірибеден теорияға, ғылымда тәжірибеден теорияға көшетін нақты жол жоқ. Яғни ғылыми жол дегеніміз ол біріншіден салыстыру, абстракциялау, жүйелеу, талдау, синтезеу, тағы да басқа сол сияқты танымның жалпы әдіс тәсілдерінің қолдану арқылы іске асатын осы диалектикалық таным жолы. Енді осы ғылыми танымның аталған дүниелердің зерттеу объектілері бойынша өзара айырмашылықтар бар ішінде. Енді біріншіден бұл танымның тәжірибелік деңгейде зерттеудің объектісі тікелей табиғат және қоғам құбылыстары, одан басқа заттар болса, ал теория тек идеяландырылған объектілердің, яғни ол материалдық нүкте, идеалды газ, абсолютті қатты дене және тағы да сол сияқты жұмыс жасайды. Енді бұл жерде сұрақ туындайды.
бұл зерттеу объектісі не деген сұрақ. Яғни бұған жауап беретін болсақ, ғылыми зерттеудің аталған деңгейлерінде қандай әдіс тәсілдер қолданылатынын алдымен біз білуіміз қажет. Енді бұл жағынан да олардың елеулі өзгешеліктері бар. Яғни эмпирикалық негізде қолданылатын әдістер бұл бақылау, баяндау, сипаттау, өлшеу, эксперимент және тағы да басқалары. Ал теория болса, ол аксиомалық әдісті, системалық әдісті, құрылымдық, функционалдық және талдау, тағы да басқа әдістерді пайдалануға тырысады. Жақсы, рахмет Айгерім. Негізі айтатын ой осы. Жақсы, ой бөліскеніңіз үшін рахмет. Жақсы, енді осы жерде екінші сұраққа кішкене рефлексия жасап кетсек. Мынадай сұраққа жауап берсек. Ғылыми білімді, ғылыми емес білімдерден айырып тұратын негізгі ерекшеліктер қандай? Бірінші ерекшелігі мен айтсам бола ма? Жақсы, Назерке. Рахмет. Ғылыми білім өте жүйелі және оны басқа ғылымдардан логикалық жолмен қорытып шығаруға болады. Ол осы бірінші ерекшелік болып табылады. Жақсы, артта тағы қандай ерекшелігін айта аламыз? Екінші ерекшелік бар ма? Жалпы екінші ерекшелікке мен жауап берсем, ғылыми білімнің объектісі бұл тікелей шындық дүние заттар мен құбылыстар ғана емес, ол бізде идеялық объекттер, яғни олардың ойдағы бейнелер болып табылады. Жақсы, тағы қандай ерекшеліктер бар? Мен жауап берсем бола ма? Үшінші ерекшелігі ғылыми білімнің мазмұны оны танып білуші адамның мақсат мүддесіне тәуелсіз, объективтік ақиқат болуы тиіс. Жақсы, үш ерекшелігін анықтадық. Тағы бар ма ерекшелік? Тағы да бар ерекшелік, төртінші ерекшелік бар. Ол ғылыми білім жеке дара заттарды емес, ортақ құбылыстар мен топтарға тән ортақ ерекшеліктерді анықтайды. Бұл төртінші ерекшелік болып табылады. Жақсы, ендеше ғылыми білім мен басқа білімдер арасында айырмашылық бар екен, иә? Енді ары қарата жалғастырайық, біз сіздермен үшінші сұраққа тоқталайық. Дүниенің ғылыми және философиялық көрінісі дейтін сұрақ. Осы сұраққа кім жауап беремін дейді? Айгерім, мен жауап берсем осы сұрақтан. Келесі бізде дүниенің ғылыми бейнесі туралы айтатын болсақ, жалпы дүниенің ғылыми бейнесі дегеніміз не ол? Бұл бізде функционалды ғылыми білімнің анықтамалар мен қағидаларынан құралған бір бөлім ретінде қарастырсақ болады, ғылыми білімнің бейнесі ретінде. Келесі бұл кезде біз дүниенің ғылыми бейнесін біз негізіне қарай бүкіл дүниеден қандай бір ерекшелігі бар екенін айтсақ та болады. Бұл жерде бір ерекшелігі, яғни табиғаттану және таным мәселесі болып табылады. Жалпы табиғаттану мәселесі бұл бір табиғатқа байланысты, яғни табиғатта болып жатқан құбылыстар, осы жазба өзгерістер туралы айтылады. Ал екінші таным туралы айтатын болсақ, бұл жерде біз яғни басқа ғылымдармен байланысын айтсақ болады. Яғни бұл физика, химиялық, астрономиялық деген сияқты міне осындай ғылыми білімнің осындай түрлері бар. Келесі жалпы осы әрбір дүниенің, яғни ғылыми бейненің негізінде бір фундаменталды білім жатыр деп айтсақ болады. Яғни бұл фундаменталды білімнің аннотация беретін болсақ, бұл жерде яғни табиғаттану мәселесі жағынан тағы да осыған қайтып келеміз. Яғни бұл кезде бізде 17-ші ғасырдан бастап табиғаттану мәселесі қарастырыла бастаған болатын. Және келесі бұл бізде келесі кезде классикалық механиканың негізінде құралған ықтималды теорияны айтсақ болады. Бұл жерде бізде 20-ші ғасырдың бас кезеңінде, яғни осы кезеңде ықтималды теория пайда болған болатын. Міне осындай әртүрлі бағыттар арқылы 17-18-ші ғасырда пайда болған. Осы кезде бізде 20-ші ғасырдан бастап синергетиканың негізінде осы теориялық білім қалыптаса бастады. Жақсы. Ары осы екінші сұрақ бойынша кім тағы сөйлейді? Рұқсат болса мен рахмет деген сөзімді жалғай кетейін. Жалпы ғылым өзінің аспектілерінің біртұтастығында көптеген ғылымдар мен зерттеледі. Атап айтар болсақ, ол біріншіден ғылым тарихымен, ғылым логикасымен, когнитологиямен, ғылым әлеуметтануымен және де ғылыми шығармашылық психологиясымен, ғылымтанумен. Осы 20-ші ғасырдың ортасында келіп, осылардың барлығы қосылып, осы зерттеу саласының жаңа бағытта ғылыми философияның пайда болуына алып келді. Ал бүгінгі семинарымыздың төртінші сұрағына кеп тоқталсақ, ол бізде ғылымдарды жіктеу проблемасы. Осы сұрақ бойынша кім жалпы ой қосқысы келеді? Рұқсат болса мен айта кетейін, жалпы ғылымның жіктелуі белгілі бір принциптерге сүйенген өзара байланыстың анықтылығымен осы байланыстың логикалық қорытындысы. Ал ғылым түрлерінің проблемасы бұл ғылыми білім құрылымының проблемасы. Қазіргі
қазір жағдайын, белсенді дамуының тенденциясын дұрыс сипаттау үшін тарихи тұрғыдан қарастыру керек. 16-17 ғасырдан бері ғылым объектісі бойынша емес, зерттеу бағытына қарай ерекшеленеді. Жалпы қосайын деген осы. Жақсы. Енді осы сұрақ бойынша тағы кім өзінің ойымен бөліскісі келеді? Малика? Жалпы ғылымның жіктелуін мен үш тобына тоқталғым келеді. Ол жаратылыстану, одан кейін қоғам туралы ғылым, таным, ойлау туралы ғылымдар. Жалпы жаратылыстануға өздеріңізге белгілі физика, математика, химия, биология, тағы да басқа ғылымдар. Одан кейін қоғам туралы ғылымға қоғамтану, әлеуметтану, гуманитарлық ғылымдар жатады. Ал таным, ойлау туралы ғылымдар, логика, эпистемология, когнитология, тағы басқа ғылымдар жатады. Осы орайда жеке топты техникалық ғылымдар құрады. Яғни қазіргі математика негізі ерекше ғылымдардың бірі болып табылады. Бірақ ежелгі ғылымдардың пайымдауынша, яғни зерттеуінше математика негізі бұл жаратылыстану ғылымына жатпайды. Дегенмен олардың ойлау тәсілінің маңызды ерекшелігі болып табылады. Өз кезегінде ғылымның әрбір тобы толықтай бөлшектерге тұрады. Осы орайда жалпы ғылым ол тәжірибе жүзінде анықталған нақты дәлелдемелер ретінде бізге білім әлемін жасайды. Қорытындылай кетсем, ғылым ол бізге, яғни өмірге қызмет етеді. Жақсы, ойыңызға рахмет. Ал семинар тақырыптары бойынша сіздердің ойларыңызды тыңдадық. Енді осы айтылған ойлардың барлығын бір жүйелеп қорытындыласа, кім осы айтылған информацияның барлығын қорытындыламын дейді? Енді осы тақырыпты қорытындылай келсем, ғылыми білімнің құрылымы мазмұндық және де қызмет тұрғысынан бір-бірімен өзгеше. Бірақ та бір жағынан алып қарағанда ол өзгеше сияқты. Екінші жағынан олар бір-бірімен тығыз байланысты. Негізінде ғылыми білімнің құрылымы үш деңгейге қарастырылады. Ол эмпириялық, теориялық және метатеориялық. Бұл үш деңгей бір-бірімен байланыса отырып, ғылыми білімнің дамуына ықпал етеді. Жалпы айтқым келген ой осы. Жалпы қорытынды осылай. Жақсы, рахмет. Ал барлықтарыңыздың ойларыңызды тыңдадық. Бүгінгі мынау ғылыми білімнің құрылымы дейтін семинар конференциямызды аяқтадық. Бір-бірімізбен ой бөлістік, біраз білмеген информацияларымызды білдік. Енді осыған қорытынды ретінде кері байланыс жасайық. Қазір мен сіздерге мына стикерді таратамын. Осыған өздеріңіздің бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді, ойларыңызды жазып тақтаға ілсеңіздер. Семинар конференциямыздың қорытынды сөзін Әсем Серікнаға берсек. Құрметті магистранттар, бүгінгі семинар сабағын осымен аяқтаймыз. Бүгінгі семинар сабағымыздың ғылыми білімнің құрылымы атты тақырыбын жан-жақты тереңінен ашуға атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет. Мен ойлаймын, осы семинар көлемінде жоспар бойынша қарастырылған 4 сұрақтың негізі өз деңгейінде ашылды деп мен ойымды қорытындылай аламын. Сондықтан бүгінгі сабақ қорытындысы бойынша барлықтарыңызға өте жақсы деген баға қойылады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.